Неге күйеуім мені естімейді деген миллиондаған сұрақ келеді. Осы сұрақтың жауабын сен естігің келсең, мен саған қазір толығымен ашып беремін. Осы видеоны соңына дейін қара. Әйел эмоциональный создание, еркекте разум жұмыс жасайды. И сенің қалауың, нәпсің сені қалап тұрады. Маған бриллиант алып бер, маған норковый шуб алып бер, маған салонный машина алып бер, мені қыдыр, маған путешествие керек, маған тағы да коттедж керек, маған тағы да пентхаус керек. В общем, сенің қалауың бітпейді. И когда сенің еркегің, күйеуің ол қалауыңды жасай алмаған кезінде сенде претензия болады. Моментально сенде претензия болады да. Ну қараңдар, қыздар, құрметті қыз келіншектер. Егерде сенің санаңда сен санаңды дамытып, сенде даналық болатын болса, сол моменттен бастап сенің күйеуіңді сен еркек ретінде қабылдаған кезінде, сен күйеуіңе сенген кезде, ол көп ақша табады. Ол мен саған сенемін, не миың шығыпшы, сен не істедің, бүгін не істеп бердің, қаяқтан келдің, қандай қыз келіншекке бардың, соткасын тексеріп и так далее. Это обычно сондай ғой, маған келіп жатқандар солай да. Мен осы соткасын тексердім, артан аңдыдым, мен GPS-пен тауып алдым оның бір келіншекпен пиво ішіп отырғаны дейді ғой. И что с этого, сенің 3 бала шағың бар. И не қызық болып кетті ол. Не ажыраспайсың, и бостан босқа сен өзің травмировать етесің. Ну, енді мына жақта причина ғой, неге сенен кетеді? Потому что ты неинтересная. А почему неинтересно? Потому что сен өзіңмен айналыспайсың да. Сен күйеуіңмен айналысып отырсың ғой сол моменте. Поэтому даналы әйел ғана, мудрая женщина только сможет сохранить свою семью. То есть мудрый, даналы әйел ғана өзінің отбасында берекесін сақтап қалады. Отбасындағы гармонияны сақтап қалады да. Ол еркекті жібереді, то есть тұзға жібереді, бұл неге ғой, свободаға жібереді ғой. Біз свободаға еркектерді жіберуіміз керек. Біз қазір көп әйелдер қазір мына жақта возражать етеді, мен точно білемін да. Ол сонда не еркіндікте не істейді? Енді қараңдар, құрметті келіншектер, егерде сенің күйеуің опасный состояниені айтайын ба, сағат 6-да уже үйде отырса, ол опасный мужчина. Почему? Потому что онда еркек ақша таппайды. Ол прямо еркек деген жүру керек. Өйткені оның болмысы солай да. Әйел, ол әйел деген кім? Әйел да. Ол үйде отыратын адам. Әйел болайық дейді ғой. Әйел деген әйел болайық дейді. Енді сенен адам шығады. Әйелден адам шығады. Это же завод-производитель ғой. Әйел дегенше. Еркек деген ол кім? Еркек просто это добытчик. Ол далада жүру керек, ақша табу керек. Не имеет значения 2 жұмыс, 3 жұмыс, 5 жұмыс жасасын. Но оның міндеті именно сені полностью обеспечить ету. Когда сенің санаңнан ақша табу деген программа кеткен кезінде, сенің күйеуіңнің программасы ауысып кетеді ғой. Қандай программа ауысады? Ақша тауып, мына қанағатсыз қатынды обеспечить ету керек деген программа оның басында болады да. Потому что сен ол ответственностьтан кетесің да. И как только сен сол ответственностьтан кетесің, сенде претензия тоқтайды. То есть сенде қанағат болады. Қанша тауып келсе де қанағат болады. И сен сол тапқан ақшадан сол үйде, сол отбасында сен береке жасайсың. Тек қана сондай әйел, ол считается мудрая женщина. Біздің аналарымыз, әжелеріміз өте мудрый болған ғой. Сондықтан да 70-бай, 80-бай, 90-байлар кезінде дүниеге келген. Оларда тоқалда болған, бәйбішемен де тұрған, ыммен, дыммен де түсінген. Неге? Өйткені нәпсіні жеңіп, олар тек қана ақылға ғана салған ғой. Сондықтан да осы уақытқа дейін біздің қазақ дамып, осы уақытқа шейін біз қазақ ел ретінде біз сақталып, осы уақытқа дейін біз өмір сүріп келе жатырмыз. Ал қазіргі қоғамда бізге Европа кірді, біздің санамызды улады. Мен крутая болуым керекпін, тип адамда, мен мынандай болуым керекпін. Саған ешкім санаңды тоқтап қал деп айтып жатқан жоқ. Наоборот, әйелге білім беру керек, әйелде даналық болу керек. Когда мынаны түсіну керек та, даналы әйелден саналы бала туылады. Егерде сен қазір мына еркектердің құлағына алтын сырға, егерде сен балаларыңның бір жетістікке жеткенін қаласаң, онда міндетті түрде әйеліңнің біліміне ақша сал. Тек қана мудрая женщина, даналы әйел ғана өзінің отбасын сақтап қалады. Сенің миыңды шұқымайды, сенің қаяқта жүргеніңді қарамайды, ол қанағат етеді да. Сол отбасында именно бізде береке болады да. Егерде саған осы видео ұнайтын болса, егерде саған бүгінгі таңда мына жағыңа бір какой-то түйін салып, егерде сені ойландырса, онда міндетті түрде комментарийға жаза кет. Сенде не дұрыс емес,
или сенде бәрі дұрыс па? Осылай кім өмір сүріп жатыр? Претензиямен кім өмір сүріп жатыр? Келесі видеода мен бұдан да мощный тақырыпты ашамын. Қандай тақырып екенін келесі видеода мен айтатын боламын. То есть ол әйел 9 покрытиямен, 9 компетенциямен еркек оны жабу керек. Сол кезде ғана әйел бақытты болады. Оны мен келесі видеода ашатын боламын. Міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өзің достарыңмен бөлісіп кет. Өйткені әр қазақта бізде береке болу керек, бізде отбасымызда гармония болу керек, бізде ажырасу болмау керек.